Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай тез жасалатын печенье жасайтын боламыз. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бір ыдысқа қант саламыз. Жұмыртқа салып жақсылап араластырамыз. Майонез қосамыз, және де сары май қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Кейін сода қосамыз, және де ұн қосып, қамыр илейміз. Мен қамырымды илеп болдым, енді протеинімізді майлаймыз. Сіздер қамырды кез келген формаға салып, печенье жасасаңыздар болады. Менде осындай формалар әртүрлі түрі бар. Осындай жүрекше қамырымызды жайып, осындай жүрекше формамен басып шығарамын. Неге артықтарын алып тастаймыз. Осындай болып шықты. Противенге салып, барлығын осылай жасап шығамыз. 180 градуста 30 минутқа духовкаға қоямыз. Неге достар, менде дәмді әрі жұмсақ болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.